Қайырлы күн достар, мен бүгін қалай WeChat приложениясына ешқандай QR-кодсыз тіркелуге болатынын көрсетемін. Ол үшін App Store немесе Play Market'тен WeChat'ты жүктеуіміз қажет болады. Міне бұл WeChat бізде. Міне WeChat приложениясын ашамыз. Осы жерден міне регистрация дегенді таңдайсыздар, бұрын тіркелмеген. Регистрация номер мобильного телефона дегенді басамыз. Бұл жерге ағылшынша өзіңіз ник ойлап табасыз. Мұнда телефон номеріңізді жазу қажет болады. Және мұнда ұмытып қалмайтын пароль ойлап тауып жазып қоясыз. Сосын «Я прочитал» дегенде басамыз. Яғни условияның бәрін оқыдым, келсем деген сияқты «Принять, продолжить» дегенде басамыз. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай тағы да бір рет осылай жаңағы өзінің условиясы шығады, соны «Я прочитал» деп басасыздар, «Далее» дегенді басуыңыз қажет болады. Осылай проверка безопасный шығады. Бұл жерде сіз пазл құрастырасыз. Қараңыздар, енді маңызды сәт, сіз бұл жерде проверкадан өтуіңіз қажет болады. Ол бірінші банк картасы арқылы өтсеңіз болады, немесе екінші сіздің QR-кодыңызды досыңыз сканировать етсе болады. Бірақ мен бұл жерде ешқандай проверкадан өтпей, жай ғана X-ті басу арқылы шығып кеттім. Бұл жерде сізді қайтадан бірінші бетке лақтырады, қайтадан солыдан өтесіз, принять, продолжить дегеннің бәрін басып, проверкадан өтіп шығасыз. Осылай сізге код келеді. Код бірден келмеуі мүмкін. Сондықтан егер келмей жатса, шығып кетпей, соңына дейін күтуге тырысыңыз. Міне мұнда маған өзімнің телефон номеріме код келді. Соны жазуымыз қажет. Немесе код келмеген жағдайда мұнда отправить повторно через деген жанатын болады. Соны қайтадан басуымыз қажет. Міне осылай қазір ешқандай QR-кодсыз WeChat-қа тіркелуге болады. Осылай готово дегенді басып отыруыңыз қажет болады. Бірақ бұл жерде бір ескеретін жағдай бар. Сіз міндетті түрде верификациядан өтуіңіз қажет. Егер верификациядан өтпеген жағдайда блокқа кетіп қалуыңыз мүмкін.